Саламатсыздар ма? Мінекей әдемі бір дүние жасадым. Үйге арналған. Бұның аты күн айна деп аталады. Бұны істеу үшін құрал жабдықтар мен таныстырайын мінекей. Мінекей біріншіден айна керек. 700 теңге тұрады магазинде, қол жетімді. Екінші спашка таяқшалар, бұны да магазиннен ала аласыз. Мына өлшем артық болмайды. Линейка керек өлшеу үшін, қайшы қырқу үшін, қол қалам сызамыз. Ыстық кілем мен пистолет керек. Мінекей лак краска керек, золотистый цвет, мінекей. Ал енді бастаймыз. Мына айнаның сыртындағы пластмастар керек емес. Ортасын ашқаннан кейін ішіндегі бізге құры айнасы керек, мінекей. Айнаны алдық, мінекей. Тура осы айна сияқты домалақ етіп, екі кардон қылып қиып аламыз. Қараңыздар. Біреуін домалақ қырқып қойдым. Екінші сіздерге түсінікті болу үшін, мінекей, ортасынан бөліп, сызып көрсетіп жатырмын. Мінекей, қараңыздар. Сыздым сіздерге түсінікті болу үшін. Өлшеп. Қараңыздар. Енді осы ортасындағы домалақтың сыртын артық қырқамыз. Ішінде айна тұрады. Сыртында әрлеу үшін орын қалдырып жатырмыз. Мінекей, қараңыздар. Күн айна жасау үшін бізге екі кардон керек. Екі кардонымыз дайын болды, мінекей. Екі кардон дайын. Ал кеттік енді біз спашка таяқшаны клейлей бастаймыз. Сызған жерлерімізге клейлейміз. Міне төрт жағынан төрт бұрыштығып клейлеп шығамыз. Мінекей. Қараңыз, үсті, асты, жаны деп мінекей. Спашка клейлермен мінекей. Сызғанымыз ыңғайлы өзіңізге сызып клейлесеңіздер тура болып шығады. Кейбірі көз өлшеммен сыза береді. Түсінбесеңіздер дайректке жазыңыздар. Лайк басып кетіңіздер. Мінекей. Енді соның ортасын клейлейміз. Мінекей, қараңыздар. Мінекей. Ортасын қараңыздар. Қандай әдемі болып клейленіп жатыр. Енді осылардың ортасын клейлейміз бірсыпыра. Мінекей. Астыға қарай жылжып орталарын клейлей бастай береміз. Мінекей. Тағы да бір қатар клейледік. Мінекей. Қараңыздар. Астыға қарай түсіп жатырмыз. Мінекей. Енді тағы да бір сыпыра, міне бір-екі спашка таяқша қалды. Мінекей. Қараңыздар. Бос жерлерін қазір клейлей саламыз. Мінекей. Қараңыздар. Қалдырып кетпеңіздер. Мінекей. Көтеріп көрейік. Мінекей. Қағазға жабысып қалыпты. Мінекей, алып тастайын. Енді осының беті көрінбес үшін мына картонды клейлеп бетіне жабыстыра қоямыз. Мінекей, жабыстырамыз. Осы картон бетіне енді айнаны жабыстырамыз. Мінекей. Картон бетіне жаңа ыстық клейді көбірек қып қояйық. Мінекей. Айна әдемі тығыз тұру үшін. Қараңыздар. Енді айнаны жабыстырамыз. Жабыстырдық. Енді айнаның шетін әрлейміз. Мына бір затты алдым мен базардан. Тесма сияқты, моншақ сияқты. Азан екен өзі. Осыны екі қатар жабыстырамыз. Қараңыздар. Екі қатар жабыстырамыз. Мінекей. Аяқтап қалдық. Қараңыздар, әдемі болып келе жатыр. Мінекей. Енді қырқа қоямыз. Аяқталған жерін кішкене басып клей жабыстырып аяқтаймыз. Екі қатар. Енді осы спашканың ұштарына әдемі болу үшін кішкентай үлкен моншақтарды тесіктеріне тығамыз. Қараңыздар, әдемі болу үшін. Қараңыздар. Өте әдемі көрінеді. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса дәрекке жазыңыздар. Аяғына шейін көріңіздер. Мінекей, енді лак краскамен алтын түсті, мінекей, айнаның бетін жабамыз. Алтын түстімен краскалаймыз. Қараңыздар. Қалдырмай краскалаймыздар, құптап. Осының бәрін краскілеп болғаннан кейін далаға 3-4 сағатқа шығарып қойыңыздар.
иісі жаман, жемейді-ақ қой, енді денсаулықтарына байланысты. Енді осыны кепкеннен кейін өздеріңіз ұнаған жерлеріңізге әдемі қылып жабыстырып қоясыздар. Мінекей